орыстар 105 ке мырза чумский бұрын халық бойынша мынау ерте пішетін. Бәрекелді. Маңғыстау ауданына Бозаш түбегіне сапар шегіп бара жатып, жолай Жыңғылдының тұсындағы қорғанның қарама-қарсы бетінде орналасқан қарбыз қауын егіп жатқан шаруа жігіттермен танысып тұрған бойымыз. Біз ойлаушы едік, бұл жақтың көбінің жерлерінің бәрін қырғыздар жалға алып, осылай қауын, қарбыз, қияр, қызанақ егіп жатыр деп. Сөйтсек, өзіміздің елдің жігіттері, бауырларымыз осы кәсіппен айналысып жатыр екен. Міне Серік деген ағамызбен танысып тұрмыз. Бұл жігіт Алматыдағы аграрлық университетті ауыл шаруашылығы мамандығы бойынша бітіріп, магистратурасын тәмамдап, осы салаға кәсіби тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан кіріскен екен. Нағыз қауын қарбыздың пісетін кезі осы. Бұған дейін естіген жаңалықтарымыз бойынша оңтүстік өңірден келіп жатқан қарбыздар, қауындар нитраты артығымен қосылып, дәрісі кейін қосылуға тиіс кезден кейін де қосылып жатқанын естіп жатырмыз. Ол әрине біздің өзіміз үшін, денсаулығымыз үшін алаңдаймыз оған. Ал енді мына қауын қарбыздар нағыз дер уақытында пісіп, міне халықтың игілігіне ұсынылып жатыр. Осы шаруамен айналысып жатқан Серікті бір ауыз сөзге тартайық. Серік, өзіңіздің айналысып жатқан кәсібіңіз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Так, біз осы 3-4 жылдан бері өз бетіммен қарауымды өзі егіп отырмыз. Шындығында осы Жыңғылдың ойында осы өзіміз қазақтар өзіміз егіп жатыр. Қырғыздар арендаға бермей, араластырмай. Көп адам енді жаздың күні өзіміздің ауылдар өзіміздің келіп алады. Себебі көріп жүр, біліп жүр. Тыңайтқышты өз уақытында береміз. Уақытынан кейін өзі зияндай болатын деп ондай бермейміз. Ал мына ауылдың үлкен кісілері мына жердің иелеріне бір ескертетін жай бар. Мына қырғыздарға бір азғантай бір бақылау жасаса, мысалға уақытынан кейін беріп жатыр ма, ол қай уақытта беріп жатыр білмейді. Тек субсидиямен біз жаңағы удобрение беріледі. Бірақ оны қырғыздар қалай пайдаланып жатыр, қай уақытта пайдаланып жатыр білмейді. Оны ешкім бақыламайды. Сол жағын бір бақыласа, өзіміздің халық жейтін болғаннан кейін оларды енді жаман деп айтпаймын, тек қана жаңағындай уақытынан мысалға қарбыз үлкейіп кеткеннен кейін салмақты болу үшін олар енді бере беретін, көзбен көріп жүргеннен кейін. Сол осы кәсіппен айналысып жатырмыз. Егін дейтін енді біреулер айтады, мал сияқты бағып жата берсек, олай емес. Көктемде еңкейіп, еңбек еткеннен күзге дейін тер төгіп жүресің. Шығады, шыққаннан кейін сату керек, өткізу керек. Оңай жұмыс емес, енді бірақ еңбегіне қарай берекесі болса, бәрі жақсы болады. Дұрыс. Өзіңіз де осы ауылдың азаматы болғандықтан алаңдайсыз ғой. Жаңа айтқан ұсынысыңызға біз де қосыламыз. Тиісті мекемелер осыны ескерсе деп біз де өз тарапымыздан ұсыныс айтамыз. Осылай істеріңізге береке берсін, кәсібіңіздің нәсібін көріңіз деп тілек білдіреміз. Қауын жеп отыр.